Жылдан хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бар ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путиннің шақыруымен Ресей Федерациясына ресми сапармен барды. Мемлекет басшылары бүгін Мәскеуде келіссөз жүргізеді. Сондай-ақ екі елдің басшылары Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумының жұмысына бейнебайланыс режимімен қатысады. Бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлттық рәсімінен кейін шетелге бірінші сапары. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Жылдан хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Жамбыл облысында пойыздар қозғалысы қалпына келтірілді. Шығанақ шу учаскесінде Хкаяқты Қандау аралығында байланыс болмағандықтан 10 пойыздың қозғалуы бүгін таңертең тоқтаған еді. 20 метр секунд дейінгі қатты жел жүк пойызындағы бос контейнерлерді құлатқан. Құлаған кезде контейнерлер байланыс желісінің бағаналарына зақым келтірді. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Салдарынан 5 жолаушы мен 5 жүк пойызы діттеген жеріне жете алмады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.